Маңғыстау облысы, Қарағия ауданы, Құрық ауылы, Қарағия кәсіптік колледжі арнайы пән оқытушысы мен Нұрхан Ерлан Батырбайұлы. Бүгінгі пәннің атауы автокөлік жөндеу. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы автокөлік рамасы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өткен тақырыпты сабақтармен байланыстыра отырып, студенттердің білімін пысықтау, автомобиль кузовы мен қаңқасы, олардың қызметтерін және айырмашылықтарын ажырата білу. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Автомобильдің қаңқасы, оның барлық агрегаттары, қозғалтқыш, трансмиссия, көпірлер мен аспалар бекітіледі. Осылардың барлығы бірігіп шассиді құрайды. Тасымалдаушы шанақ, кузов, автомобильдерді қаңқа міндеті шанақтың өзіне құрылымы шанақпен бірге жалғасқан қаңқа атқарады. Әдетте шанақ жеке, қаңқа ірі резеңкелі төсем арқылы бұрандалы таяныштардың көмегімен бекітіледі. Ол дірілдің деңгейін азайтуға септігін тигізеді. Қазіргі кезде негізінен тракторлар мен жүк автокөліктерінде қаңқалы шасси қолданылады. Ал бұрын олар көптеген жеңіл автокөліктерде болған. Сондай-ақ қатаң жол талғамайтын автомобильдер жеке қаңқалы болып келеді. Кез келген қаңқаның құрылымдық ерекшелігі шанақтың тасымалдаушы бөлігінің функцияға бөлінуімен күштемелі жұмыстың жүктемені қабылдайтын оның декоративті панельдеріне автомобиль құрылымында қаңқа келесі түрлерге бөлінеді. Лонжеронды X тектес қаңқа тәрізді құрастырылады. Енді солардың бірі лонжеронды қаңқаның құрылымын қарастырайық. Мұндай қаңқаның сыртын пішіні мен құрылымы баспалдақ тәріздес. Лонжеронның қаңқасы екі бойлық және бірнеше көлденең лонжероннан, сондай-ақ траверсадан құралады. Лонжерондардың пішімі мен құрылымы әртүрлі болуы мүмкін. Осылайша К үлгілі және X көлденең үлгілі құбырлар ажыратылады. Орналасуына қарай лонжерондар бір-біріне параллель немесе бір-біріне біршама алшақ бұрышпен орналасуы мүмкін. Қаңқаның бөлшектері тойтарма, шегемен, бұрандамен немесе пісірумен біріктіріледі. Әдетте жүк автомобильдері тойтарма қаңқалы, ал жеңіл және өте ауыр өзі аударғыштар пісірмелері қаңқалы болады. Заманауи жүк көліктерінің қаңқасы бұрандамен жинақталған. Ол жөндеуге немесе қызмет көрсету кезінде біршама жеңілдіктерге ие. Лонжеронды қаңқа тұтастай шанақтың еденінің астына орналасқан, ал оның таянышына резеңкелі жастықша үстінен соңында бекітіледі. Қаңқаның алдыңғы ұшында буфер және буксир орналасқан. Буфер қозғалыс кезінде соққы мен қозғалыстарға қарсы тұруға арналған. X тектес қаңқа дөңгелектердің бұрылу аумағын кеңейтеді, бұрылу радиусын азайтады және оның маневрін жақсартады. Сонымен қатар қаңқа шанақ еденнің төмендетіп түсетін салмақты жеңілдетеді және оның тұрақтылығын арттырады. Дөңес ажыратылмайтын қаңқада орталық ұзын атқаратын, оған
көлденең темірлер бекітілген және түрлі таяныштар орналастырылған. Автокөлік рамасының жіктелуі. Рама тұтастай пісіріліп жасалған болат қораптан жасалған. Ол қозғалтқыштың капоты, алдыңғы және артқы қанаттар, есіктер, жүк салғыштың қақпағы, фардың қаптауы және радиатор, алдыңғы және артқы буфер, қапталдар және тағы басқалардан тұрады. Шанақ ішіне жүргізуші мен жолаушылар үшін отырғыштар орнатылған. Шанақтың қорабы көп мөлшердегі қатты пісіріліп құрастырылған тетіктерден жиналады. Оның басты негізгі едені болып саналады. Шанақтың негізгі алдыңғы және артқы бөлікті есіктерді және төбесін бекіту үшін орындарды жүзеге асыратын бүйірді құрап шанақ элементтерін біріктіріп көлемдік түрде құрастырады. Шанақтың қорабының алдыңғы бөлігіне келте рама пісіріліп қосылады. Бұл келте рама қозғалтқышты, радиатор және алдыңғы аспаны бекіту үшін көлденең арқалығына қызмет атқарады. Шанақты негізгі тұтастай қалыпталған панель түрінде жасалып жиналған. Қораптың пішіндік өлшемімен бекітіледі. Сабағымызды қорытындылай келе, капот қозғалтқыштың жоғарғы бөлігін жабады. Ол артқы панельдің төменгі бетінен пример бойынша күшейтіліп, бекітіліп ішкі панельді құрайды. Алдыңғы және артқы қатары шанақтың қорабына бекітілген. Қапталған, штампталған болат панельден тұрады. Қорапқа қанаттарды бекітіп қосып пісіру арқылы немесе болаттармен бекітіліп жүзеге асады. Шанақтың есігі қапталған, штампталған панельден пісіріліп жасалып, шанақ қорабындағы бүйірдің есік орнына екі топсамен бекітіледі. Есіктің ашылу бұрышы шектегіштен тапсырыс алып, оның кең көлемде ашылуы жағдайын қосымша құрылғымен шектеледі. Есіктің жоғарғы бөлігінің терезе үшін орын қойылған. Шанақ кузов жолаушы мен жүкті тасымалдауға арналған көліктің құрамдас бөлігі. Шанақ көліктің рамасын бекітеді. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.